8 сынып физика пәнінің 3 тоқсанға арналған тжб. Вольтметр дұрыс жалғанбаған тізбек сұлбасын анықтаңыз дейді. Енді вольтметр бізде всегда тізбекке параллель жалғану керек. Мына жерде бізде дұрыс жалғанып тұр. Бізге дұрыс жалғанбаған деген, значит, мына жерде қараңыздар. Тізбекте мынау болады, и міне, мына үшінші болады. 1 мен 3-те ол дұрыс жалғанбаған. Келесі. Электр тізбегінің схемасы бойынша анықтаңыз дейді. Амперметр шкаласының бөлік құны. Бөлік құны деген мынау ең кішкентай бөлікті айтамыз. Осы аралық. Ол бізден 0,1 болады амперметрде. Тізбектегі ток күшінің мәні. Енді қараңыздар. Мына жер 1 болса, значит, мына жер 1,5, мына жер значит 1,6. Міне 1,6 ампер болады. Вольтметр шкаласының бөлік құны. Қараңыздар, вольтметр деген сөз міне мынау. 2 мен 0-ның арасында қараңыздар 10 бөлік бар, значит 1 бөлік 0,2 вольт. Дәл солай. Міне қараңыздар. Значит, оның көрсетуі бізде 4,2, 4,4, 4,6, 4,8, 4,8 вольт болады. Электр жұмысын есептейтін құрал бізде электр есептегіш деп аталады. Келесі. Электр тоғының жұмысын есептейтін формула бізде нақты жұмысты есептейтін формула А тең I U T болады. Электр тоғының жұмысының мәнін есепте дейді. А тең болады бізде мына жерде I деп отқанымыз 1,6, жаңа 4,8 болды. Ал біздегі уақытымыз 1 минут, ол көріп тұрсыздар, мына 60 секундқа тең болады. 60. Енді осыны есептейік. 468 джоуль болады. Тізбекте 1 минут ішінде бөлінген жылу мөлшерінің мәні. Енді 1 минут ішінде қанша жылу бөлінеді? Ол да бізде Q. Бұл кәдімгі жұмыстың өзіне тең болады. 468 джоуль. Егер сізге физикадан БЖБ ТЖБ-ға көмек керек болса, мына WhatsApp номерге жазсаңыз болады. Келесі. Суретте электр шамының ток күші 1,5 ампер дейді. Электр шамында белгіленген шама. Мына жерде қарасаңыздар, ол бізге көрінбей тұр. Негізі 245 вольт деген белгіленген. Шамның қуаты. Бізде қуат ол ток күші мен кернеудің көбейтіндісі болады. Ток күші 1,5, осыны көбейтеміз 245-ке. Сонда 1,5 245-ке көбейтейік. 367,5 ватт болады екен. Ол бізде міне А варианты дұрыс келеді. Келесі. Электр тоғының қуаты уақыт бірлігі ішінде атқарылған жұмысты көрсетеді. Не? Осы вариант дұрыс болады. Шаманы джоульмен өрнектеледі. Мега деген сөз, сонда ол 0,75 10-ның 6 дәрежесі джоуль болады. Келесі. Суреттегі электр тізбегіндегі 1 және 2 нүктелерді тікелей бір-біріне қосу арқылы электр тізбегін тұйықтағанда байқалатын құбылыс, ол бізде қысқа тұйықталу болады. Неге? Себебі бұл жерде кедергінің мәні азаяды. Келесі. Суретті мұқият қарап тапсырманы орнаңыз. Катод пен анод арасында өтетін процесс сипаттаңыз. Бұл жерде катод пен анодтың арасында электролиз процесі өтеді. Келесі. Ток күші 1 ампер болса, 1 сағат ішінде бөлінген зат массасын есептеңіз. Заттың электрохимиялық эквиваленті 0,3 көбейту 10-6 дәрежесі килограмм бөлінген кулон. М тең болады. Кит формуласы бойынша есептеледі. К деп отқанымыз 0,3 10-6 дәрежесі. И деп отқанымыз 1, ал 1 сағат деп отқанымыз 3600. Енді осыны есептейміз. 1080 көбейту 10-6 дәрежесі килограмм болады. Келесі. Суреттегі магнитті қозғалтқанда катушкадағы тоқтың бағыты өзгерумен қатар өтетін құбылыс қалай аталады? Ол бізде электромагниттік индукция құбылысы. Құбылыстың анықтамасы. Магнит өрісінде электр тоғының пайда болу құбылысы электромагниттік индукция деп аталады. Келесі. Егер екі гальванометрде өткізгішпен жалғастырып, біреуін тербелте қозғалтса, онда тынышта тұрған бірінші гальванометрдің тілшесі тербеледі. Тәжірибені түсіндіріңіз. Қозғалған заряд магнит өрісін бізде тудырады. Нақты. Келесі. Түзу тоқтың магнит өрісінің күш сызықтарын анықтап, оны сәйкестендір дейді. Енді қараңыздар, мына жерде X тұрса, ол тоқ бізден ары қарай кетіп жатыр деген сөз. Мынаның X деген сөз бізден ары қарай. Енді бізде тоқтың бағытын ол оң қол ережесі бойынша анықтаймыз. Яғни сыртындағы магнит өрісін. Мынау бас бармақ оң қолдағы, ол тоқтың бағытымен бағыттас болу керек. Ал қалған біздегі 4 саусағымыз ол мынау магнит өрісінің бағытын көрсетеді. Сонда мына жерде бізде былай болады магнит өрісі. Ал мына жерде бізде ол былай болады. Нақты. Сонда сағат тілімен бағыттас бізде сағат тілімен бағыттас
бұл бізде А. Ал сағат тіліне қарама-қарсы ол Б бізде. Түзу тоқтың магнит өрісі құйындық өріс деп аталады. Кеттік келесі. Магнит өрісін сипаттайтын тұжырымдамаға сәйкес келмейтіні оң және теріс полюстер арасында өріс бар. Осы сәйкес келмейтіні болады. Нақты. Осымен менің БЖБ талдауым аяқталды. Егер БЖБ талдау ұнаса каналға тіркел, лайк басып, все қоңырау жазасын басып қой. Осы БЖБ талдауды достарыңа тарат. Егер сізге физикадан БЖБ, ТЖБ көмек керек болса, осы WhatsApp-қа жазсаңыз болады.